Жайсыз ауа райы салдарынан жаңа жылды жолда қарсы алғандар да бар. Ара шалғай болмағанымен қалың қар жүрісті бөгеп тұр. Көктайғақтың кесірінен көптеген көлік далада қалды. Межелеген жеріне жете алмаған бір жүргізуші арнамызға хабарласып, қиындықтармен бөліскен еді. Дархан Әйтімов есімді азамат осыдан 2 күн бұрын Атыраудан Елордаға шығыпты. Бар болғаны 1000 шақырымды әрең еңсерген, әлі де жолда. Айтуынша өз секілді жүрісі шабандап, тіпті тұралап тұрған көліктер жетерлік. Дені жүк машиналар. Ал арнайы қызметтер жолды тазартып үлгермей жатқан көрінеді. Шақты дальнобойщик көрдік, жолда келе жатырмыз, осылай бір аптадай болды жолда келе жатқанымызға. Соң жаңағыда сол жолда қарсы алдық деп айтып жатыр он шақтысы. Жолдың бойында қатып қалған КАМАЗдар тұр, где-то бір өтірік соқпасам бір 70 шақты КАМАЗдар тұр. Жолмен қармен бәрін жауып тастаған. Осындай погодаға техникалар дайын болмағаннан кейін жолдың бойында өз қар тазалайтын машиналардың өздері аударылып жатыр.